Армысыздар менің тыңдармандарым, арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына үлес қосып, лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, аспанымыз әрдайым ашық болсын. Пікір бөлімінде қай қаладан, қай уақытта тыңдап отырғандарыңызды жаза отырыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет, алғысым шексіз. Ал енді сіздермен мен жаңа әңгіме. Дариға еш уақытта өзін жолы болғыш жан санаған емес. Біреуден кейін, біреуден ілгері, бұны сөз еткендердің кейбірі мүмкін күлер, мүмкін кейбірі қолдар. Дегенмен өз өміріне өкініші жоқ. Жоқ, бұрын өкінген. Талай түн жылағанда. Бірақ қанша мәрте сүрінгенімен қайта тұрып алға жүруге тырысқан еді. Жолында кездескен бәлкім жақсы жандардың ықпалы екен. Бір-білері қанша адасса да, тура жолын жаңылмай тапқанына кәміл сенімді. Өткенім қайта келсе ғой дейді бір ойы. Дариға қыз қарапайым ғана отбасында дүниеге келді. Анау асып бара жатпағанымен ел қатарлы мектеп бітірді. Класстастарының ұлдар жағы ауылда қалғанымен қыздардың көбі Алматы, Астана аса бастады. Қолы қысқа қарапайым тіршілік кешкен оның отбасы үшін оған Ақтөбеде оқудың өзі күшке түскен еді. Әкесінің сырттайдың оқу ақысы аздау. Соған түссең болмай ма дегеніне көнбеді. Ауылда қалғысы жоқ. Ауыл дегенде сондай бір шалғайда жатқан ауыл емес. Қалаға жақын жердегі бекет еді. Дей тұрғанмен қылтиып, қыз болып бастаған Дариға ата-анадан алыста, еркіндікте жүруді көбірек аңсады. Мектеп қабырғасында жүріп талай жігітті өзіне телмірткен ол, ауыл жігіттерін өзіне тең көрмейтін. Жоқшылық пен таршылықтың бір құтқарса, қалталы жігіт қана құтқарады деп, әу бастан санасына құйып алған еді. Оқуға да ілікті, сабақта басталып кетті. Жатақханада мінезі ашық жарқын оның жанына қыз жігіт үйірле кететін. Сөзі де, өзі де өткір. Ол ештеңеден қысылмайтында. Еркін сабағына барып келіп жүрді. Қалаға да тез үйренсе бастағаны сонша. Алғашқы апталарда жақын маңдағы кафелерді жағалай бастады. Қолында артық ақшасы болмаса да топтасы Мадинаны қолдықтап кеш батса көшеден бір шығатын. Үстіне киген киімдері жұпыны болғанымен таза, әрі оның мінсіз мүсініне қона кететін. Орта бойы қиылған қасы, ақсары жүзі, күлгенде одан сайын ажарланып кететін түрі бәрі сондай тартымды еді. Әсіресе оның қолаң шашы ерекшетін. Белін ораған бұрымы анадайдан жылтырап тұратын. Жаратқанның тартқан сұлулығы оның бағыма, сорыма қайда. Әйтеуір өзіндегі бар көркемдікті Дариға қыз білетінде. Сол үшінде өзін көлденең аттыны көзге ілмей оймен алысты армандайтын. Сондай бір қамсыз күндердің бірінде ол темірмен танысқан еді. Темір десе темірдей, айтқан сөзі мірдің оғындай, еңсегей бойлы. Жасы 40-қа таяған жігіт ағасы Дариғаға бір көргеннен ұнады. Жасының үлкендігіне қарамады. Таныстықтары да аяқ асты. Кештете кафеге құрбыларымен келіп, билеп жүрген оның көзі сонадайда отырған темірге түскен еді. Жарасымды, сәнді киінген оның жанындағы нөкерлері де осал жігіттер емес көрінді. Билеп жүріп көзінің қиығын салған оны темірде байқамай қалған жоқ. Бірақ өзіне тән тәкаппарлығымен байқамаған сыңай танытты. Бірінші көргенінде жандарына келіп таныспады да. Бірақ әлгі жерге ертесі тағы да келген ол, онсыз да қиыла қарап жүрген қызға кетері болмады. Бірден танысып, үстелдеріне барып жайғасты. Қыздар, нешеміз? Шырым болса жарайды. Қай жақтанбыз? Мен Мартуктен, ал сіз? Шалқардан. Жерлес екеміз, қай жерінде тұрасың? Ауылында. Солай ма? Дариға жандарына келген жігіттерден аса қысылмады. Онсыз да сұлу жанарын аударып төңкеріп, еркелейде еркін сөйлесті. Тек Мадина ғана аздап ұялып, жанындағыларға ағай десті. Сол күні ол Дариға мен құрбысын жатақханаға қымбат көлігімен жеткізіп салды. Оны да сұлу қыздың сүйкімді қылықтары елітіп барады. Осы күннен бастап олар араласа бастады. Күнде кеш болса терезеден темірді қарап,
телміретінді шығарды. Мадина басында қызық көргенмен кейін құрбысына ермейтін болды. Дариға, оның әйелі, 2 қызы бар. Қалай ғана соны біле тұра кездесе бересің? Ішің күйсе тұз жала, ол қуақылана күледі келіп. Айна алдына келіп, өз мүсініне өзі тоймай тұрған Дариға, құрбысының сөзін құлағына ілер емес. Неменеге ішім күйеді? Одан қарапайым ауылымның қара баласы артық. Мені алақанына салып аялайтын, бағамды білетін жігіт керек. Оның үстіне күйеуге несіне асағам? Әлі алда 4 жыл оқуым бар дегенде. Олардың әңгімелерін манадан бері тыңдап отырған жоғарғы курстың қызы Света. Керегін алған соң тайып тұрмасын, байқа деді. Жоқ, ол менен кете қоймас. Мені сүйіп қалғанға ұқсайды. Саған дауа жоқ дегенде көз тастаған Мадина бұл жолы оған ермейтінін айтып, сабағын оқуға кітапханаға қарай кетті. Дариғаның жанындағы қыздар сабақ пен бағаға бастарын қатырып жүргенде, ол зәулім биік көп қабатты үйден пәтерде армандап үлгерді. Кенет ашық тұрған бөлме терезесінен аты аталғанда қуаныштан жарыла жаздады. Терезеге жүгіре түсіп, қайта кері бұрылып, онсыз да әдемі боп тұрған шашын айнаға қарап бір тарады. Алып ұшқан ол дереу басқышпен төмен түсті. Бара Темірдің көлігіне ене кетті. Шашынан иіскеп, өзіне тарта бетінен, кейін ернінен сүйген Темір айналадағы өтіп жатқан жандардан еш қысылмады. Көлік орнынан қозғалып, тоқтаусыз тартып отырды. Қайда бара жатырмыз? Қала сыртына. Жай ма? Жай. Тағы кім бар? Тағы кім керек? Жай, сұрағаным ғой, деді қыз. Иә, тек екеуміз, деді Темір. Ол көлікті кілт тоқтатты. Екпінмен оқыс тоқтаған көліктен Дариға шошып кетті. Қарсысың ба? Жоға, сенімен айғада баруға даймын. Онда кеттік, деді Темір. Сол кешпен түнді олар бірге өткізді. Оның аймалай құшақтағанына еш қарсылық танытпаған Дариға үшін Темір әлемдегі ең керемет жігіттің төресінде көрінді. Жанынан шықпай түні бойы құшақтаса ояу жатқан оның әңгімесі бітпеді. Ал Темір болса жас қызбен келістіріп не айтсын? Арасында оны еркелете шашынан сипап, оның жас балаша айтқан сөздеріне күліп алады. Дариға оның мойнына оралып, жаным, екеуміз үнемі осылай бірге боламыз ба, деді. Иә, сенің әйелің ше? Ол өзінің әлі ақыл тоқтатқан жас екенін әр сөзінен, қылығынан байқататын. Әріден ойлап, ештеңенің байыбына барып та жатқан жоқ. Темір үн қатпады. Қылығың сондай тәтті, деді. Осылайша Дариға өзінен 20 жас үлкен еркектің ашынасы болып шыға келді. Қолы босаса жанынан табылатын Темірде уақыт өте оған бауыр басты. Оның тіпті әр басқан қадамын қадағалайтынды шығарды. Ал Дариға болса керісінше, Темірдің берген тиын тебеніне киініп, үлдемен бүлдеге оранды. Соңғы сәндегі киімдер оның ажарын одан сайын аша түскенде. Сабақты да үлгеріп жатыр. Шамасы келмегенін ақшамен ақ шеше салған ол ауылға баруды да сиретті. Жақын жерде болған соң анасы өзі жиі келіп тұрады. Ондағысы қалаға пойызбен таңертең келіп айран сүт сататында, кешкі пойызбен кері қайтатын. Бірде пойызына кеш қалған ол сіңлісінің үйіне қонуға бара жатқан. Қызын есіне алып, көріп кетпекке жатақханаға келді. Оның іште жоқ екенін айтқан құрбылары Дариғаның бүгін болмайтынын да айтып қалды. Қалай қонбайды? Шарасыз ананың көзі бақырайып кеткенін көрген олар, апай, біз білмейміз, мүмкін келіп қалар, деп әрі қарай жылыстады. Есік алдында қас қарайғанша күткен ол қызының келмесін ұғып, сіңлісіне келді. Келесі күні таңда анасы университетке жетті. Анасын анадайдан көрген Дариға жан-жағына алақтай қарап, жанына жүгіріп келді. Келе анасының жұпыны киімнен ұялған ол, амандаспастан, оны тасаға қарай сүйреді. Қайдан жүрсің? Қашан келдің? Қызым ау, өзің не істеп жүрсің? Не істеппін? Қайда қондың? Бірдеңені біліп қойды ма дегенде іші қылп ете қалған ол, сол бойы өтірікті құрап айта салды. Кафеге даяшы болып жұмысқа тұрдым. Таңда келдім. Оның не? Енді не істеймін? Сендердің берген тиымдарың неге жетеді? Жаным ау, болса сенен аяймыз ба? Көріп жүрсің ғой. Жарайды, қашан қайтасың? Кешкі пойызға отырам.
Одан да таксиге мінсіңші. Ақшаға үнем болса дегенімде, өзі азын-аулақ сүттің ақшасына үйге керек азма тамақ алсам ба деп, сенің де жүріп тұрар ақшаң таусылған шығар. Олжан қалтасындағы қол орамалға оралған ақшасын қолына ала бергені солақ екен. Қажет емес мам. Қазір ол өз қол сөмкесінен бір бума ақшаны суырып алды. Анасы көзі атыздай болып, мұны қайдан алдың? Кеше айлық алған күнім еді. Мә, керегіңе жаратарсың. Ол ақшаны түгел анасының қолына ұстатты. Қызым-ау, өзіңше. Мұнша көп ақшаны өмірінде қолына ұстап көрмеген ол әлі есін жинай алар емес. Өзіме алып қалдым. Жақсы, мен кеттім. Сабағым басталды. Ол анасын құшақтап бетінен сүйді де кете барды. Жүре түсті де бұрыла қарап, әлі де орында қалшиып тұрған анасының жанына қайта келді. Мам, ақшаны салып алсаңшы. Базарда байқа, ұрылар көп. Есік алдынан такси ұстадым мен. Жақсы, сау бол қызым деді. Дариғаның үйіне көмек беруінің бұл басы еді. Білдірмей ара-арасында осылай қомақты ақшаны анасының алақанына салғанымен әкесінен қаймығатын. Үйіне бара қалса қарапайым киімдерін киіп баратын. Назарын аудармайын деп сақтанғаны еді. Осылай жүріп ол бірінші курсты да аяқтады. Каникулда жатақхананы босатуға тура келді. Ауылына кетті. Кетерінде оған Тимур ұялы телефон сыйға тартты. Жаңадан пайда болған бұл құрылғыға Дариға көптен қызығып жүрген еді. Енді ауылда болса да сүйіктісімен сөйлесіп тұратынына қатты қуанды. Жаным, өзім хабарласып тұрам. Өзің жазып, қоңырау шалма жарайма деді. Жақсы, Темірдің не айтқысы келгенін ол демде түсіне қойды. Қазбалап сұрамады да. Жалпы ол өзінің жастығымен түріне сенді ме? Ешқашан Темірдің келіншегін өзіне бақталас санай қоймайтын. Өзінің аңғалдығымен Темірдің өзін шексіз сүйетініне сенетін. Уақыт шіркінде тоқтау бар ма? Сырлай берді. Ақшаға алданған Дариға ішкен жегенмен, кегеніне ғана мәз болып жүре берді. Екінші курсқа келгелі сабақты бір шетке сырып қойды. Көбіне Темірдің жалдап берген пәтерінде жататында қоятын. Күндіз дүкен аралап, кеш болса Темірдің жанында отыратын. Ес білгелі жоқшылық тартып, көп баланың ішінде бірде бар, бірде жоқ болып өскен ол үшін киім мен әшекей оны алдандыратын, жалғыз дүниетін. Бар алған киімдерінің қызығын биыл ғана оқуға келген Назира сіңлісі көретін. Қолы ашық Дариға ешкімнен барын аямайтын. Бірақ Темірді үйіне еркін келіп кетсін деп, сіңлісін сабағыңды оқы, биылша жатақханада бол деп, жанына пәтеріне алмады. Бірақ қарасып тұратын, осылай Темірден басқа жігітке қарамай, таныс біліс болғысы келетін жігіттерден сырт айналып жүріп дипломын да алды. 4 жыл көз алдында зыр ете қалды. Бірақ жұмысқа тұруға асықпады. Жанындағы қыздарын бәрі Темір жолдың айналасына жұмысқа орналасып жанталасып жатқанда, ол Темірмен бірге Сарағашта демалып жүрді. Осылайша күзде келді, кей құрбылары тұрмысқа шыға бастады. Ал ол күн ұзақ пәтерінде жалғыз. Кешке келер Темірді күтіп жүреді. Соңғы кездерде ол да келуді азайтты. Ондағысы қонақтығы мен кездесулерінің көптігін алға тартады. Келмейтінін ескертіп, тілдей хат жібереді де, телефонын сөндіріп қоятынды шығарды. Дариға басындағы ақша болса болды деген ойынан енді айнып бастағандай. Оның бұрынғы өсіп қалған 2 қызынан кейін ұлды болған біреулерден естігенде тіпті шалқасынан түсті. Аңғал көңілі тіпті Темірдің әйелмен бір төсекте ұйықтамаймыз дегеніне көзсіз сенетінде. Алдыңға әзірдегіде емес, енді оның әйеліне деген күндестік сезімі іштен бас көтергенде. Қайткенде де қарманып қолында барды сақтап қалғысы келеді. Келмеуді желеткен Темірді қайткенде де өзіне тартпақ болып, неше түрлі жоспар құрды. 4 жыл бойы тігісін де білдірмеген ол, енді өзі бастап оның әйеліне өзінің бар екенін білдірмекке әрекетке көшті. Байқаусызда қоңырау шалып қойған жандай Темірге қоңырау соғып, тұтқаға жақын келмейтін, әсіресе оны көпшілік орындарда жасайтын. Онысы Темірге қалтамда басылып кетіпті деп ақталу үшін еді. Бұл жұмысқы ісі іске асып, келіншегіне өзінің бар екенін ақыры білдіріп тынды. Бір келгенінде ұйықтап жатқан Темірдің телефонын алып армансыз суретке түскен еді.
Онысы Темірдің әйеліне өзінің сұлулығы мен жастығын көрсетіп ішін күйдіру. Алаңсыз ұйқыда жатқан жерінен қағылған есіктің тарсылынан оянып кетті. Қып-қысқа халатымен жүгіре басып есікті ашып қалды. Ар жақтан көрінген келіншек оған қарап қалыпты. Дариға деген сен бе? Иә. Ол жайылған шашын арқасына қарай тастап, әлі де есінен құсынап, ұйқысын аша алмай тұр. Сіз кімсіз? Мен Темірдің әйелімін. Темірдің? Қаперімде Дариға не дерін білмей қалды. Көзін төмен сала түсті де ішінен бір қызғаныш тырнап өткендей болып жалт қарады. Үстіне төгілте ұзын көйлек киген сып-сымбатты келіншек есіктен ішке еніп, ортаңғы бөлмеге қарай озды. Үй ішіне қарап алды да кері бұрылып, жасың нешеде деді. Оны не қыласың? Жай, менің қыздарымнан сәл үлкен екенсің. 26-дам. Дариға әдейі жасын ұлғайтып айтты. Енді бір 10 жылда 30-дан сәл асасың. Менің күйеуім 50-де болады. Әкеңде еркектен естисің? Ойлан. Осы бастан жас өміріңді қорлама, теңіңді тап. Күйеуім деген сөзді естісімен кірпіші жиырыла қалған Дариға. Ол мені сүйеді. 50-де болса ше, онда не тұр? Бір мырс етті де әлгі келіншек. Жассың ау, Темірді өмір бойы жас болып тұрады дейсің бе? Жастың айырмашылығы бәрібір білінеді. Мен саған әйел ретінде айтайын, бас тарт. Менің қыздарым 17-де, 15-де. Жақында ұлды болдық. Көп жыл көтере алмап едім, Темірдің арманы мұрагер еді. Екеуміз қатар емделіп жүріп, қаншама жылда ұлды болдық. Ол менен кеткісі келсе, ұлды болмай тұрып кетер еді. Есің барда еліңді тап. Басқа біреудің қолжаулығы болып жүрсің. Мына сөздер Дариғаның жанын осып етті. Өзі еш уақытта жүкті болып қаламау деген деп неге ойламаған. Тіпті алаңсыз жүріпті. Әйел кеткен соңда ол бір орнында байыз тауып отыра алмады. Кеш болысымен ол Темірге емін еркін қоңырау шалды. Жан, бүгін келесің бе деді. Иә, неге? Бір жаққа кетіп барасың ба? Мені күт деді. Даусынан ештеңе байқалмайды. Сол баяғы сабырлы қалпы. Демек бәрі тыныш болғаны келіншеге ештеңе айтпапты. Дариға барын киіп, жуынып, шайынып, дәмді ас дайындап күтті. Дәл уақытында келген Темірдің есіктен кірісімен мойнына асылған ол. Жан, бүгін таңға дейін менімен боласың ғой деді. Әрине, сені сағынып келдім. Олар бірден жатын бөлмеден бірі шықты. Өзін бас сала құшқан Темірді сәл өзінен қашықтатып. Мен шөкті сияқтымын. Не? Темірді мына жаңалық селт еткізді. Түсі де өзгеріп сала берді, тіпті кетуге ыңғайлана бастады. Қабағы түксиіп, рас па, нақты ма деймін. Не болды? Менен бала қаламайсың ба не? Дариға, шыныңды айт. Оның үні қатқыл шықты. Жаным, ертең қарал, маған нақты жауап керек. Ол киініп кетуге ыңғайланды. Бара арқасынан қапсыра құшқан Дариға. Жаным, кетпексің бе? Неге? Мен сені қанша уақыт күттім? Ол мойнына оралған қыз қолын ақырын ғана төмен түсірді де. Мен кетейін, ертең кешке келем деді де шығып кетті. Әлдене айтқысы келіп жанталасқан Дариғаға да қарамады. Ол кеткен жаққа қарап Дариға қала берді. Ертесі қулық ойлап, аяқ астынан шайтан ойбас көтерді. Күндізгі Темірдің келіншегінің сөзі бар. Ол ашумен кекке ерік беріп, ақылы емханалардың біріне барып, өзінің жүктілігі жайлы жалған анықтама жасатып та үлгерді. Кешке келер Темірдің алдынан сақадай сай болып отырған ол, оның келуін тағатсыздана күтті. Бұл жолы Темір көңілсіз келді. Қысқа ғана амандасқан ол, қаралдың ба деді. Иә, ол жанына еркеле келіп, оның қолына анықтаманы ұстата салды. Өзің қара, жүктіліктің 4-ші аптасы деп көрсетілген жазуды оқысымен Темір тас түйін боп түйіле түсті. Қалың қабағы одан сайын түксиіп, ашуын әзер басып тұр. Бірдеңеге оқталды да өзін өзі ұстап, кетуге есікке беттеді. Оның түрін көріп шошып кеткен Дариға, жан, не болды? Соншама құбыжық көргендей болдың ғой? Одан құбыжық көргенім жақсы еді. Соншама баладан безгенің бе?
Онда менің жанымда неге жүрсің? Мен саған жанды қуыршақпын ба? Дариға ашумен қатар келіп қалған көз жасын жасырып үлгерді. Жанына келіп оның білегіне жабысқан Темір: біреудің баласын маған тықпалама. Қалай біреудің баласы? Есің дұрыс па? Мен сенен ештеңе аямадым. Таза ақмақ екемін. Саған тек ақша керек. Сенде сезім жоқ. Ал сенде ше? Сезімің тасып жатыр ма? Тасса неге маған үйленбейсің? Үйленбек түгілі сен менен балада қаламайсың. Қайдағы сезімді айтып тұрсың? Қайдағы бала? Менен бала болмайды, түсінесің бе? Екі үлкен қызым келіншегімнің бірінші күйеуінен. Ал ұлды жасанды ұрықтандыру жолымен дүниеге келдік. Енді түсіндің бе? Менен бала болмайды. Қалай түсінбейсің? Не? Я, сен мені алдадың. Менің көзіме шөп салдың. Жоқ, мен сені алдамадым. Онда ана балаң қайдан пайда болды? Көктен келді ме? Темір ызадан жарыла жаздады. Кіндігімнен бала болатын болса, мен сенімен ақ кетерем. Мен ана екі қызымды ес білер білмес кезінен бағып келем. Соларды қимадым. Сені де қимадым. Бауыр бастым. Мен жалған айттым. Мен ешқандай да жүкті емеспін. Темір әрі қарай тыңдамады да шығып жүре берді. Сонда да дәлізге дейін соңынан ере шыққан Дариға: сені ұстап қалу үшін әдейі солай дедім. Жан тоқташы деді. Темір ештеңеде мойын бұрмады. Кете барды. Бас айналасы аз уақытта бәрі астан кестен болған Дариға Темір екеуіне деп дайындап қойған үстел басына барып отыра кетті. Ойыннан от шығарын біліп пе, өзі де 4 жылда бір рет жүкті болмаған енді ойлап отыр. Ақмақтығына қатты налады. Сол түн ол көз ілмеді. Өткенін саралап, бір жігітпен таныспастан, өзінен пәлен жас үлкен еркектің көңілдесі болып, тек оның берген ақшасына ғана алданып келіпті. Ойлап отырса жанындағы қыздар тұрмыс құра бастаған, алды сәбиін күтсе, кейбірі өзі құралпылас жігіттерімен көңіл жарастырып, ер алдында қол ұстасып жүзі жарқын болып жүр. Жалғыз көлеңкелі, құпиялы өмір кешіп жүрген Дариға екен. Қарап отырса студенттік шағында бір ретте болса топтастарымен бас қосуларға да бармапты. Кешкі асқа дәмді ас дайындап Темірді бейне бір әйелінде күтумен күндері өткен екен. Оның жаның құлазып, қатты көңілі бозады. Енді міне, күйеу жоқ, не алға қойған мақсаты жоқ. Жұмысы да жоқ, анау айтқан шынайы құрбысы да жоқ екен. Сол таң ол басқаша күйде оянды. Бұрынғы көңіліне қуаныш сыйлаған ақша оны қуантпады. Таң атысымен қайырлы таң тілеп жететін Темірдің тілдей хатын да күтпеді. Жыламады да. Қайта осылай нүктесі қойылып, бір жола болашағы жоқ өткен өміріне жапқысы келді. Темірде де үн жоқ. Барлығының өтеуін кезінде ақшамен жудым дегендей ләм-мим демеді. Оны Дариға күтпеді де. Аяқ асты шешім шығарып, заттарын жиып, бір күнде ауылына тартып отырды. Суыт келген қызының жүрісі анасына да ұнай қоймады. Қызым, жайшама. Бүкіл затыңды арқалап келіпсің, әлде күйеуге қашып кетейін деп жүрген жоқсың ба? Жоқ, қайдағысы несі? Жасың келіп қалды. Дипломың қолыңда, самал айтты ғой. Нені? Жігітің бар екен. Ешқандай да жігіт жоқ. Ол қабағын түйіп, бар өшін киімдерінен алғандай сөмкеден суырып ала сала қаттырақ силкеде келіп. Солай ма? Ештеңе етпес, менің сұлу қызыма жігіт табылар. Әлі талай жігіт жолыңа гүл шашар. Дариға анасы кеткен жаққа қарап отырды да қойды. Алды жұмбақ, көңілі пәс. Не істеп, не қыларында білмей дал. Ой шашыраңға. Кешкі аста әкесі: қызым, жұмысты қайтесің, не ойың бар деді. Білмедім, сіз не дейсіз? Ауылдағы вокзалға жұмысқа тұр, несі бар, жанымызда боласың. Дариға ойланып қалды, расымен неге осында тұрып та жұмыс жасамасқа? Міндетті түрде қалада тұру шарт па? Ол қуана кетті, адасқан жанның алыстан жылт еткен жарық көріп қалғанындай. Тіпті қазір жұмысқа тұрып келерде. Көңілі бір көтеріліп қалды. Таңда әзір от атырған ол дипломын қолтығына қысып вокзалға да жетті. Вокзал маңы әдеттегідей ығы-жығы. Енді келер пойызы хабарласып жатыр екен. Пойыз жақындамай тұрып өтіп кетуге жанталасып келеді. Қарындас, асықпаңыз деген дауысқа да қарамады. Жолдан өтіп үлгерді де тез-тез басып вокзалға еніп кетті.
Оның дипломын аударып төңкеріп бағасына дейін қараған ірі денелі Серік ағай: "Жақсы қызым, дәл келдің. Не дегенмен жолың болғыш екен, жұмысқа адам керек болып отырған" деді. "Рас па?" Ол қуанып кетті. "Құжаттарыңды ретте, медициналық тексерістен де өте бер." Дариға қатты қуанып шықты. Аяғы аяғына тимей асығып келеді. Анасы мен сіңлілеріне дүкеннен тәтті торт алайын деп бұрыла бергені сол еді. Мотоциклмен жанына кеп тоқтай қалған жігіт: "Тым шапшаң екенсіз." Дариға жан-жағына қарап: "Маған айтасыз ба?" "Иә, сізге. Менің абайлаңыз дегеніме құлақтаспадыңыз. Пойыздың алдын кесіп өтіп кеттіңіз ғой." Сен бе?" "Иә, мен." Бейтаныс жігіт одан көзін алмай қарайды келіп: "Байқап жүріңіз, пойыз жай көлік емес, қағып кете салады." Батс. Сұлу қыз жоқ. Ол екі алақанын тарс еткізді. "Қайдағыны айтасың?" Ол күліп алға қарай жүре берді. "Қайда жол тарттыңыз? Сіз мұнда кімнің үйіне қонаққа келдіңіз?" деді. "Өзімнің." "Шын айтасыз ба? Әкеңіздің есімі кім?" "Оны қайтесің?" "Жай." "Өзіңді бұл жақтан бірінші көру?" "Біз 2 жыл болды көшіп келгенбіз." "Бәсе, онда мен емес сіз местная болдыңыз ғой?" "Иә." Әлгі жігіт онымен еріп дүкенге кірді. Дариғаның қарсылығына да қарамастан оның алған заттарының ақшасында төлеп тастады. Қайта ерек шықты. "Кел мініңіз, үйіңізге жеткізіп салайын" деді. "Жоқ, керек емес." "Қорқақсыз ба?" "Жоқ." "Онда мініңіз." Дариға сол күні шалбар киіп шыққанына қуанды. Жігіттің арқасынан қапсыра құшақтап мотоциклге отыра кетті. Жігіт әлденен айтып айқайлап келеді. Оның бірін естісе, бірін Дариға естімейді. Әйтеуір үйге де жетті-ау. Дариға түсіп жатып: "Рахмет, мен кеттім" деді. "Сұлу қыз, тоқтай тұрыңыз." Қақпаға жетіп қалған ол: "Не болды?" "Ең болмаса есіміңізді айтпайсыз ба?" Дариға. Ескі ат екен. Дариға жақтырын қарамай жалт қарады. "Тағы берген." Жігіт қолын созды. Дариға мырс етті. Қолын босатқан соң алға қарай жүре түсіп: "Сенің атыңның да келіскені шамал екен." Екеуі бірдей күліп жіберді. Жігітпен қош айтысқан Дариға қақпадан кіріп келе жатып, басын шайқай күбірлеп: "Тағы берген. Ат қойғыштар-ай." Тағы бергеннің келуі шиеледі. Дариғаның бір жылы ауылға тұрақтағанына үй іші аң-таң. Анасы суыртпақтап сыр тартып көріп еді. Қыз жақ ашпады. Темірдің телефон нөмірін бір жылы өшіріп тастады. Қалаға аяқ баспауға бекіп жүр. Өткенін ұмытып, жаңадан бәрін қайтадан бастамақ. Жұмысына да үйренді, жаңа ортамен, жаңа жұмыс. Ол үшін алғашқы қызмет жолындағы баспалдағы еді. Ойын бөліп, бар ынтасын жұмысқа бұрған ол, қолы босаса үйге көмектесетін. Сіңлілері қалада, балалардан үйінің кенжесі жалғыз інісі Асқар екеуі ғана. Әкесі мен анасы бірде ағайындарының үйіне тойға кетті. Алдынан сөз салып жүрген тағы бергенге Дариға келісім бермей жүрген. Ол бүгін тағы да келді. Бұл жолы гүлмен келіпті. Алғаш жігіттің өзіне гүл сыйлауы. Темір ақшаға орап тастағанмен ешқашан гүл сыйламаған еді. Дариға өзінің нәзік екенін сезді. Ер азаматтың ыстық ықыласымен сезімнің қандай болатынын ұға бастағандай. Жұмыстан күтіп алып, үйіне жеткізіп салғаны болмаса, еш уақытта тағы берген артық кеткен емес. Қолынан келген көмегін аямай үнемі үйіріліп, жанынан шықпайды. Дариға 5 минут отыра тұршы деді. "Жоқ, үйге кетуім керек." "Сені сағындым." "Мені неге сағынасың? Мен саған кіммін?" "Қызымсың." "Мен бе? Кім айтты? Мен ешкімге уәде бермеген сияқты едім." "Өзің ғой, қаламай жүрген. Қаласаң мен сені қызым тұрмақ, келіншегім етерем." Қалжыңмен, бірақ жігіт тап осылай жақын әңгіме бастаса, Дариға өзін жайсыз сезініп кеткісі келетін әдеті. "Неге үндемей қалдың?" "Шай." "Маған ашылып ойыңды айта берсең болады. Сенің маған деген аз да болса көңілің бар ма?" Тағы берген. Дариға бұл жолы еш қалжыңсыз: "Мені қайтесің? Өзіңе лайық қыз тапсаңшы." Тағы берген оны мүлде басқаша түсінді ме? "Әрине, мен сен секілді әдемі емеспін. Өзіне сенімді, сөзі нық жігіт емеспін. Бар болғаны ауылда мектеп мұғалімін. Қарапайым ғана жігітпін.
Байда емеспін. Солай ма? Сол үшін өзің сияқты қарапайым қыздап дегін келіп тұр ма? Тағы берген, сен түсінбедің. Менің айтып тұрғаным мүлде ондай нәрсе емес. Енді мен саған лайық емеспін деймін. Мен 4 жыл бойы біреудің әйелі болғамын. Не? Иә, рас. Әйелі дегеннен гөрі ашынасы дейін бе? Әлде көңілдесі дейін бе? Қалай түсініктірек? Тағы берген үнсіз қалды. Оның қалай? Түсінбедім. Түсінбейтін несі бар, отбасылы, өзімнен 20 жастай үлкен әкемде еркектің ашынасы болдым. Ол мені ақшаға көмді. Соған алданып, оның қолжаулығы болып жүре беріппін. Жоқ, мен сенің алдыңда ақталайын деп жатқаным жоқ. Жай айтып жатқаным. Мен оны сүйіп, жақсы көрмегенде сияқтымын. Бар болғаны байлығын сүйіппін. Оны өзімде жақын арада ұқтым. Сондықтан босқа уақытыңды жоғалтпағаның дұрыс шығар. Біздің жолымыз қосылмайды. Ол кетуге ыңғайланды. Тұра тұр, қалай сонда? Егер сүйген болсаң, жақсы көргендіктен сондай әрекетке барсаң түсінікті. Ал жай ғана ақша үшін. Иә, ақша үшін. Тұрмысымызда көріп тұрсың, мен үшін бала кезден барды киіп, шалқып жүру арман болатын. Бірақ өмірде одан да басқа құнды нәрселер барын мен ақымақ кеш түсіндім. Сол, жолыңнан қалма, үйде інім жалғыз кірейін деді. Төсегін салып, енді қисайғаны сол екен. Телефоны шыр етті. Ар жақтан Темір. Қайдасың? Оны не қыласың? Үйде жоқсың ғой. Иә, енді онда тұрмаймын. Неге? Қазір қайдасың? Айт барайын. Жоқ, керек жоқ. Мен сенен бір жыл кеттім. Енді хабарласпа. Оның не? Бол айт. Қайдасың? Әйеліңе бар, ұлыңа бар. Мені жайыма қалдыр. Не демексің? Бәрі бекер. Мен сені ешқашан сүйген жоқпын. Ол тұтқаны жапты да оның нөмірін бұғаттап тастады. Бір кезде кері қарай басқа нөмірмен қоңырау шалар деп ойлады ма? Телефонның артқы қақпағын ашып, сим-картаны алып, екіге бөліп тастады. Төсегінде шалқасынан түсіп келіп жатыр. Төбедегі бір нүктеге қарап ойланды келіп. Эх, Дариға. Сенің өмірің ешкімге де керек емес. Тіпті менің болашағымды Темір ойламағанда. Мен сонда өмір бойы ана болмай, толыққанды жар болмай өтеді деп ойладым екен. Өз ойымен, өзі болып жатқан ол, ақырын түрткен терезенің дыбысына селк ете түсті. Жетіп барып пердені ашқан еді, тағы берген екен. Шықшы деді. Есің дұрыс па? Мұның не? Үйде ешкім жоқ дедің ғой? Жоқ болса ше, бұлай келуші болма. Жаным, терезенің ар жағынан ұрса бермей тез шықшы. Ол үстіне жұқа қалатын іліп есік алдына атып шықты. Телефоның сөнулі ғой? Иә, енді ол нөмір жоқ. Неге? Мен үшін солай еттің бе? Жоқ. Дариға, мен ойландым. Сені барыңмен қабылдаймын, сүйемін. Маған тұрмысқа шық. Ол жүгіріп барып жерден бір тал шөптің сабағын әкеп, қолына сақина ғып тақты. Ертең шын сақиналы салам. Бүгінше осы. Дариға күліп жіберді. Шын сөзім. Бақты етем. Дариға үшін тағы бергеннің жаны жайлы, еркін сынамайтын, айтқанын қылатын жігіт ретінде ұнатып ақ жүр. Бірақ аяқ асты келін болып шыға келуге іштей түкте дайын емес еді. Дайын емеспін. Оған не дайындық керек? Созып жүре беріп қайтеміз. Одан да бас қосайық, соза бермейік. Жасымыз келіп тұр. Мені ең болмаса ұнатсаң, маған сол жетеді. Дариға тап қазір күйеуге тиіп кететіндей жанталаса. Жұмысқа тұрғаным жаңа, үйдегілерден ниет. Мен сені қой ауылға әкетіп бара жатқаным жоқ, осы ауыл ғой. Дариға тағы бергеннің ұсынысын анасына айтып көріп еді. Ол құптай кетті. Ергезек өте жақсы бала екенін айтып, қарсылық танытпады. Бірақ жақында көшіп келгендіктен отбасы жайлы хабары болмай шықты. Қызым, жасың келіп қалды. Оқуыңды бітірдің, өзің шеш. Қаласаң біз қарсы емеспіз, дүркіретіп ұзату тойыңды қыла алмасақ та, батамызды беріп шығарып саламыз. Ойлана келе Дариға үшін өткен былыққа толы өмірінен құтылатын төте жол тағы бергеннің етегінен ұстау секілді көрінді. Аса бір сүймесе де ұнайтыны жасырын емес. Келісім берді де оны естіген тағы берген дереу той қамына кірісіп кетті. Өзі айтқандай шын сақина әкеп саусағына тақты. Ол үйдің кенжесі. Қолда қалып, әке шешені бағу міндетінің
бар екенін де Дариғаға ескертіп қойды. Арада бір ай өткенде тойда болды. Ақ көйлек киіп, өз ұясынан қимай-қимай қойшы айтысқан Дариға бір әулеттің шаңырақта қалар келіні болып шыға келді. Бастапқыда келіндік өмірді қиын көрген ол, келе-келе шаруаны дөңгелетіп алып кетті. Сырттың шаруасында үйді де барынша алып отыруға тырысып бағады. Енесі үйде отырғанмен қайнатасы жұмыстағы кісітін. Сыртта жүрген атаны қайдам, ененің мазасыз кейпін Дариға келген күні-ақ аңғарған еді. Мамалап, асты үстіне түспегенмен, айтқанын екі етпеуге тырысып, барын салып жүр. Осы әулетке сіңіп, жақсы келін болуға мақсатындай. Әйтеуір ененің тарапынан айтылған ауыр сөзбен, ара-тұра болса да ащы суға қырын қарамаған күйеудің қылығын көріп таңғалса да, аса мән бермеді. Жігіт кезінде асты үстіне түскен тағы бергеннің оңашада басқа, ата-ана бауырларының қасында мүлде басқа адам болып шыға келетінін байқаса да, байқамағандай жүрді. Бірақ оның ел көзінше дөрекіленіп, сала беретін көргенде өзінің асығыстық жасағанын да ойлап қоятын. Уақыт зырғи берді, арада жарты жыл өтсе де, Дариға құрсақ көтермеді. Ененің бала жайлы күңкілімен күйеудің шиелеген сыра ішу әдеті үдей берді. Басында аса көңіл аудармаған Дариға бала көтермеу себебіне шын алаңдай бастады. Оңашада күйеуіне сыр тартып, қаралсақ қайтеді деді. Қаралайық. Ол Дариғаның шашынан сипап еркелетпек болды. Қанша уақыттан бері жарынан жылылық көрмеген Дариға оның көңілді сәтін пайдаланып: "Жан, сен бұрын басқаша едің. Үйленген соң өзгеріп кеткен дейсің." "Жоға, сол баяғым ғой. Осы сен неге анаңның бауырларының көзінше маған әкіреңдеп, өзіңді қатал ұстайсың? Әлде жақындарыңның алдында әлсіз болып көрінбеуге тырысасың ба?" Тағы берген дереу тақырыпты бұрып: "Сен қарал, емдел. Анама немере керек, ол немере." Ол сұқ саусағын жоғары көтерді. "Немене, адам тапсырыспен бала туа ма?" "Анам ұлды жақсы көреді." Дариғаға бұл сөз ұнамады. Қатырады екенсіңдер. Алланың бергені болады да. Ұл таумасаң, тоқал алам. Жалт қараған Дариғаның түрін көрген күйеуі: "Жаным, ойнап айтам." Дариға орнынан тұрып кетіп қалды. Ас үйге келді. Шайдың қамына кірісті, дегенмен күйеуінің әлгі сөзі ойынан шықпады. Байыз тауып отыра да алмады. Ененің қасымен қабағына қарап, қалаға жете алмай жүрген Дариғаға құдайдың қарасқаны шығар. Келесі айда ол өзінің жүкті екенін білді. Қуанышында шек жоқ. Ол жаңалығын алдымен күйеуіне жеткізді. Ол әйелін құшақтай алып: "Жаным, ұлымыз болатын болды ма?" "Оны қайдан білеміз? Бастысы дені сау болсын. Ертең қалаға барайық, шынысын білеміз." "Шындысын ба, әлі ерте емес пе?" "Қыз болса анам ренжиді. Ана үлкен ағам Дастанның екі қызы қатар туылғанда анам немерелеріне қолдарын дастамады да." "Онысы несі?" Дариғаның көңілі су сепкендей басылды. Тағы берген келіншегінің көңілсіз кейпін көріп: "Енді ол үлкен кісі ғой. Үлкен кісі болса, ақ пен қараны ажырататын жасты емес пе?" Дариғаның бар уайымы ендігі ішіндегі әлі дүние есігін ашпаған сәби болды. Ол бола ма, қыз бола ма деп ойлайды келіп. Қыз болса енесінің теріс қарап жақтырмай қалатынын да көз алдына елестетіп, өз-өзінен жабырғайтын: "Жан, ертең қыз болса қайтеміз?" "Жоқ, атама, ұл болады." "Қайдан білесің?" "Білем, ұл болады." Айы күні жетіп, күйеуінің арманы орындалып, Дариға дүниеге шекесі торсықтай ұл алып келді. Әулетті қуанышқа бөлеген немерені бұл отбасы ұзақты ойлады. Алыс жақын туысқандар бас қосып, сәбиге жақсы тілектер шаудырды. Алдындағыдай емес, ененің де қарқыны басылып, Дариғаға: "Қызым, түнде өзім қараймын. Емізіп берсең болған" десті. Аяқ асты өзгергенін көрген Дариғада таңғалысып жасыра алмады. Не десе де бас изеген ол ұлын енесі Қалиманың бөлмесіне бесігімен апарып берді. Емізіп бергені болмаса, ұлын өзі суға түсіріп, өзі баққан енесінің ендігі жерде келіннің әр ісіне тиісуге уақыты да болмады. Өз баласына жаттай болып бара жатқанын Дариға ұқпайтындай еді. Егер бірде енесі: "Сартай жанымда 6 ай емізсең жарайды келін, әрі қарай сүтіңнің керегі жоқ. Дүкеннің сүтімен ақ мамасы өсіріп алады" деді. Дариғаның үстіне біреу су құйып жібергендей болды. "Қалай,
әлі кішкентай емес пе? Жоқ дегенде жас жарымға дейін емген дұрыс. Өзіміз білеміз, менің балам, араласпа. Өздеріңе керек болса басқа бала туып алыңдар. Дариға енесінің бұл қылығын жақтыра қоймады. Оңашада тағы бергенге Сартай жат болып барады. Жат? Бір үйде тұрып па? Лақып кетесің сен де. Жоқ, рас. Мен емізгенім болмаса, қолыма алып еркелете де алмаймын. Масқара ғой мына. Оның несі бар? Әжесі баққан бала жаман болмайды. Бізді де әжеміз бақты. Өз балама өзім тәрбие бергім келеді. Араласпа, болды. Менің анам жауың емес. Бауырыңа бассың. Енді бұл тақырыпты көтерме. Ол қабағын түйіп, теріс қарап жатты. Оның бетін бері қарату үшін Дариға не істемеді. Тіпті түнде жанына жақын келіп, құшақтамақ болғанында оны итеріп, менің анам туралы сөз айтушы болма. Сенің балам болса, менің де балам. Ол екеумізге ортақ. Оны күлден тапқан жоқсың. Дариға одан ары айтса берді. Айтса берсе, даудың ұзаққа барарын сезіп тұр. Неде болса енеге жағу мен кеуге жағудың реті осы екен дегендей. Үндемей көніп ақ жүрді. Кейде бір кездері өзінің аюша ақырған мінезінің қайда кеткенін де түсіне алмай, ызасы кетеді. Бір адамды бетіне келтірмейтін оның осыншама жуастығына не себеп? Әлде күйеуінің алдында өткен өмірі жайлы жайып салғанынан соң ба? Өзін айыпты сезіне ме? Күйеуінің бір ретте болса өткенін сөз етпеген үшін сыйлай ма? Әйтеуір, осы үйге келгелі тым өзгеріп, басылып барады. Бірде ол Сартайды алып, өз төркініне бармақ болды. Оны естіген енесі. Барсаң өзің бар. Нағашылар арнайы Сартайды үйге өртіндеп шақырып жатыр. Нағашылары? Оның нағашылары менің туымаларым. Ұялмай нағашылары дейді ғой. Беретіндері болса беріп жібесін. Балам бармайды. Байыңды алда өзің бар. Дариға тағы бергенге айтып көріп еді. Анадайда бұлардың сөзін анасының естіп тұрғанын байқап қалған ол дереу. Сенің тумаларыңда менің не шаруам бар? Өзің бара бер. Не істеймін барып деді. Немересін бермегенмен қойма, енесі ұлына қайын жұртың арнайы шақырып жатыр. Бар, ят болады деп те айта қоймады. Масаттанып, үйге қарай беттеді. Сол күні Дариға өз үйіне жылап келді. Әкесі байқаса да байқамағандай болғанмен інісі, тәте, шенді әкелетін адамсың ғой. Жездем не шіреніп жатыр. Шақырғанда келмей ме? Біреу жұмысқа салып қоятындай қашқан несі? Дайын ет жеп, шай ішіп кетуде қиын болып па? О, тоба. Араласпа. Анасы оны тиіп тастады. Оңашада сыр тартып көріп қызына, қызым, барған жерің сол. Өзіңнің таңдаған адамың. Ұлың бар, қызған ба? Тағы балаларың болады. Енең балаңды басқа жаққа алып бара жатқан жоқ. Бір үйдесіңдер ғой. Түсініп қарай сал. Өзің де ене боласың. Ана емес пе? Қанша қиналса да сыр бермей, бар ақылын айтып Дариғаны шығарып салды. Дариғаның сүреңсіз күндері өте берді. Ұсақ түйек реніштер мен сөздер, балаға қатысты ескертулер, әбден қажытса да, өз-өзін қолына алып, көбіне сабыр сақтауға тырысатын. Келіншегінің күн өткен сайын азып, шөнжіп бара жатқанын алға тартқан тағы берген. Не болып кеткен түрің? Айнаға қарашы. Осы бір жаман қалатты кимеш. Сиыр сауға да жарамайтын киімдерді киіп алып жүретінің не? Бұл сөздер Дариғаға ауыр тиді. Оның үстіне бұл сөз жұрт көзінше айтылған еді. Оңашада жылап алды. Ойлана келе ол жұмысына қайта шығуға бекінді. Кеуден бұрын енеден рұқсат алу керектігін ұққан ол. Мен жұмысқа шықсам деймін. Сосын, жүресің ғой тағы үйдің тірлігін ысырып қойып. Сенің 5-10 тиының кімге керек? Отыр, шаруаң жаса. Сартайды сіз қарап жатырсыз, мен. Жарар, шықсаң шық. Енесі өзгере салды. Дариға қуанып кетті. Жұмысына барып өтінішін жазып дайындықты бастап жіберді. Оны естіген кеуі, мәссаған, менен сұрамайтын болғансың ба? Апама айттым, болды емес пе? Менше. Сен бәрібір анаңның айтқанын дұрыс көреді емессің бе? Ол әдейі тигізіп айтты. Енді кімді құп көруім керек, сені ме? Мені құп көрмей ақ қой. Ертең Сартай ұлым қазіргі сен құсап, мені жақтап отыратын болады. Ұлым? Ол сенің емес, атасының ұлы. Осының ана басыңа
Қашан құйып аласың? Ертең көрде тұр, сені Дариға деп айтады, ататады. Қайдағы мама? Өзің анам деп өліп бара жатырсың. Алмаған келгенде менің ұлым неге менің атымды атау керек? Олардың дауы ұрыспен бітті. Ақыры Дариғаның қайын жұртымен қоса күйеуінен де көңілі қала бастады. Тіпті ұсақ түйек реніштерін сыртына шығарып, сөйлеп қалатын әдет тапты. Оны енесі тілі шығайын депті деп сөксе, күйеуі оңашада. Сен тіліңді тартып жүр. Келін екеніңді, өз орныңды қайда екеніңді есіңнен шығарма деді. Қайда екен менің орным? Есікте. Есікте? Мен не сендерден базардан сатып әкелген күңбетім? Не деген таяз ойлы адам едің? Таяз ойлы? Мен бе? Сен ше? Маған не болыпты? Маған бір періште болып тигендей сөйлемеш. Не? Не істетсең сол? Менің қайта сені сыйлап, төбеме көтеріп жүргеніме қуанбайсың ба? Мен салғыласқанша. Не? Мен сені әйелдікке алдым. Ештеңеге қарамадым. Ал сен болсаң, істеп жүргенің мынау. Оның үстіне маған өз шешемді жамандап күңкілдейсің. Саған ешкім сенің анаңды жамандаған жоқ. Қашан жамандаппын? Менің орнымда басқа біреу болса? Не болса? Айт. Әрікпе айтып қал. Сенің орныңда басқа адам болса, баласын туған бойдан алақанына салып бағып, көмектесіп отырған енесінің болғанына қуанар еді. Ал сен қаралай балаңды менің анам жеп қоятындай қызғанасың келіп. Мен қызғанып тұрғаным жоқ. Мен ана ретінде өз ұлымды тәрбиелегім келеді. Жақсы көргенімді, бар махаббатымды бергім келеді. Ертеңгі күні ұлым маған жат болмағанын, мені анасы ретінде жақсы көріп, сыйлағанын қалаймын. Солай ма? Онда сен де менің анамның қалауын жаса. Дариға бұл даудың енді бітпейтінін анық ұқты. Ала бұртқан көңілі еш тыншымады. Енді еңбектеген ұлының жанына келсе қалима қақпайлап, бар, шаруаңды қыл. Қарап отырмыз ғой, бар дейді. Апа, мен де Сартайымның жанында болып, құшақтағым келеді, ескегім келеді. Менің ұлым емес пе? Ол да анасының махаббатын көруі, сезуі тиіс. Ойбай, ұятсыз неме? Біз енемізге барып өз баламызды балам деп айта алмаушы едік. Қазіргілер көргенсіз деді. Айта алмасаңыз оған кім кінәлі? Менің және менің баламның не қатысы бар? Ол өзінде не күш пайда болғанын білмейде қалғандай. Барып, ұлын жерден көтеріп алып, бөлмесіне кетті. Артында сөйлеп енесі қала берді. Бөлмеге келген Сартайға өзінің әкелген ойыншықтарын ұстатқаны сол екен. Өлдеп қолын шапағаттап, оның жүзіне қарап енді қызықтап бастағаны сол еді. Есікті жұлқи аша, ішке тағы берген кірді. Не, сенің есің дұрыс па? Дұрыс. Ол келе Сартайдың бір қолынан ұстап алып, сілкілей жөнелді. Осы күшікке тыным бермедің ғой? Бер дедім саған. Менің анам жау емес, немересін сенен артық қарайды деді. Қатты дауыспен оқыс қимылдан шырылдай жылаған Сартайға жүгірген оған тағы берген баланы ұстатпады да. Бөлмеден шырқырай жылаған баланы алып шығып кетті. Өз көзіне өзі сенбеген Дариға орнынан атып түрегелді. Сөрелерде тұрған өз киімдерін қолына іліккен қалдаға сала бастады. Тіпті өзін ұстай алмай, мына көрген қорлығына шыдамай, қалшылдап барады. Бір уақытта қолындағы заттарды жерге бір ұрды да тысқа қарай жүгірді. Бара ауладағы жайлы көрпеде отырған Сартайды жерден жұлып алды. Енесі тұра жүгірді. Әй, мұнаға не болды? Тағы берген деді. Жетер, шуламаңыз. Мен өзіме жауап бермеймін. Шыдамның да шегі бар. Мен кетем. Көрмегенім осы босаға болсын деді. Ойбай, сені біреу ұстап тұр. Балама қатын табылады? Табылса, бір емес, оның алып беріңіз де, бала туғызып үйіңізде балабақша қылып, ортасында өзіңіз отырыңыз. Ол ашумен өзіне келгенін, аузына келгенін айтып жатыр. Жанына жетіп келген тағы берген оны келе жағынан бір тартты. Жалбыраған шашын желкесіне түйе салған Дариға қолындағы баланы одан ары шошытпайын дегендей қақпаға қарай жүгірді. Баланы қалдыр? Жоқ, өлсем де қалдырмаймын. Кет деді. Ол өз үй жағына қарай жүгіріп келеді, жылап келеді. Баласын қолынан тағы берген кеп жұлып алатындай алқынып, шанталасы келіп. Бірақ артынан ешкім қумады. Дариға екі өкпесін қолына алып, үйіне де жетті. Есік алдынан алқын-жұлқын болып, шеткен қызының түрін көріп,
Шошыған әкесі: не болды, Дако? Аманшылық па? Мен бір жола келдім, әке. Не болды? Болған жайды қысқаша баяндаған оған әкесі тіл қатпады. Қабағында түймеді. Бар, кіре ғой, бір реті болар деді. Ол сол күні ас батпай жылаумен болды. Жанына келген анасына бекер болыпты. Қайдан ғана мынадай жігітке тап болғамын, деді. Болар іс болды, балам. Ертең қалаға кетем. Оның не? Сені ол жақта кім күтіп жатыр? Анасының сөзінің жаны бар. Ақтөбеде жұмыссыз қалай күн көрмек. Ауылда ең болмаса жұмысы бар. Ертесі енесі де ашуға мініп құдасының үйіне жетті. Келін қайда? Қайтсын үйге, баласын алып төркініне қашқаны қайсасқаны. Мен ұлымды бөтен шаңырақта өсіреді екен деп ойламаңдар. Қане, шақыр, деді. Ол құдағайына жеке сөйледі. Анадайда бәрін сыртта естіп тұрған Дариғаның әкесі Байыппен: әуелі екпініңізді басып төрлетіңіз. Ашумен іс бітпейді. Ақылдасайық, отырыңыз. Ол қолымен талдың көлеңкесінде орналасқан сәкі үстіндегі шәулі көрпені көрсетті. Құдағай шайғасып отырғаннан кейін әйеліне қарап: бәйбіше, шайыңды әкел. Тағы бергеннің анасының қарқыны демде басылып қалды. Үнемі өздерін үстем санап, келіннің төркінін менсінбей, мұрнын шүйіруші еді. Тіпті тойдан кейін бұл шаңыраққа аяқта баспапты. Қанша шақырғанмен сан сылтау айтып, келіннің шыққан үйіне бармай қалатын. Алдарына ас келгенде тағы да құдасы: құдағай, астан алып отырыңыз. Бәрімізде ол қызымыз көзіміздің ағымен қарасындай. Әр қайсының орны бір төбе. Жағдайымыз төмен болғанмен, қолдан келгенше балаларыма адал ас ішкізіп келем. Қыздарымды барған жерлерінде жүздері жарқын болып, бақытты болып, шайнаңдап жүрсе деп тілеймін. Әке болған соң көп нәрсе ішімізде. Дегенмен, мен Дариғаның бақытсыз екенін жылап жүргенін әуелден байқағам. Жас қой, әлі түсінісер, сол үйге сіңер деп үндемедім. Үндемегенім жастықтығынымнан, қызымды қорғай алмағанымнан емес, асықпайын дедім. Құдағайыңызға да кіріспе деген мен едім. Бірақ мына тірлігіңіз тым артық. Немере, түсінем, тәтті. Дегенмен өз ата-анасын танып, біліп, мейірімін көріп өсуі тиіс. Ертеңгі күні бала екі жақты болып, әрі-сәрі болып өседі. Бәрімізде келін болдық. Қалима дастарханнан аузына дәм салмай, қолындағы бос кесені құдағайына қарап, шиырып жіберді. Құдасының сөзін ұнатпағаны: келін күң емес, оның да сіз секілді өз баласына өзі қарап, баласы екенін сезінгісі келеді. Баяғы кемпір бауырлады деп анасын атымен ататып, боқтық сөз айтқызып отыратын надандық заман артта қалды. Меніңше жастарды жайына қалдырғаныңыз дұрыс. Сонда не? Балаңды бөлек қоя беріп, шалымен жалғыз отыр деген келе ме? Сөздің байыбына барып алыңыз. Мен бөлек шығар демедім. Тағы берген, байқаймын, сіздің ғана сөзіңізді жөн санайтын секілді. Әрине, жақсы ғой. Анасынан кім жақын? Десек те ер адам әйелі, бала шағасы болғаннан кейін өз отбасын өз қолына алғаны дұрыс. Сіздер мәңгі болмайсыздар. Тағы бергендей ақ болсын жігіт беткен. Құдағай, сізбен салғыласып отыратын менің уақытым тығыз. Оның үстіне менің көп сөзімнен аса ештеңе ұғып отырмаған секілдісіз. Қысқа ғана айтайын, қызымды бір ғана шартпен жіберем. Өз баласын өзіне беріңіз. Жанына алып жатып, өздері тәрбиелесін. Және күйеу баланың қызыма енді бір қолы тигенін естиін. Ешбіреуіңізді аямаймын. Күңдікке берген қызым жоқ, іздеушісі жоқ адам емес. Және қызым өз жалақысынан өзі ұстасын. Әр тиынын санап беріп, үстіне алған киіміне дейін сөз қылуды, қызымды кемсітуді доғарыңыз. Ол сөз бітті дегендей, қабағы түйілген күйде дастархан басынан тұрып кетті. Бұлай тыныш басталған әңгіменің арты қатты сөздермен жалғасады деп өзі де ойламаған еді. Онымен құдағайының шымшыма сөздері оның ашуын туғызбай қоймағаны соншама. Тіпті айтпайын деген нәрселерін де айтқызды. Құдасының мына сөздерінен кейін құдағай жұлқына басып, қақпадан шығып кетті. Келініне жүр демеді де. Көк толы әдетіне басып, естілер-естілмес
етіп бірдеңелерді сөйлеп барады. Үйіне жеткенше сөйлеп келген ол алдынан шыққан ұлына: ана қатынды қайдан тапқансың? Бәлсініп жатыр. Оны бір баламен кім алсын? Иттей болып, күнін көре алмай сүмірейіп, өзі-ақ алдыңа келеді. Мені сыйламаған қатын сені сыйлай ма? Көргенсіз жермен құда болыппыз, деді. Расымен, бұдан кейін ол үйден ешкім Дариғаға ат ізін салмады. Тым-тырыс жатыр. Жұмысына барып келіп Дариға жүре берді. Ол үйде өзі де барғысы жоқ. Енесінің өткендегі сөздеріне сырттай тыңдап тұрған ол, сол жолы үйіне барған күнде де берекесіз күйлері жалғасып, ештеңенің де өзгермейтінін біліп тұр еді. Арада ай өткенде Дариға ойлана керек қалаға кетем деп шешті. Ешкімге айтпай жүріп, теміржол саласындағы болып жатқан ауыз түйістерді пайдаланып, жұмысын қалаға ауыстырды. Әкесі мен анасы да қарсы болмады. Бұрын ашық жарқын, еркін өскен қыздарының көз алдында жүні шығып, көңілсіз жүргені айтпаса да жандарына бататын. Бір күнде заттарын арқаға басып, ұлын көтеріп қалаға жетті. Ұлын Қарасуға сырттай оқитын сіңлісі Индираны да ерте келді. Әкесі берген ақшаға пәтер жалдап, өз айлығына тамақ алып, қаланың тірлігіне бір сәтте күмп берді. Бұрындары талай сайран салған қаласы емес пе? Ол жаңада жақсы өмірге тез үйренді. Жұмысқа да үйрене бастады. Жаңа ортаны жатсынбаған ол, түрлі отырыстардан да бас тартпайтын. Бұрынғы ауылдағы жұпыны Дариға артта қалып, сылқыған сұлу Дариға қайта оралды. Жанына дос жинап, тамыр таныстықтары да көбейе берді. Тағы бергенді мүлде ұмытты да, есіне де алмайтынды шығарды. Кафеге бара қалса жанына көбелекше үймелеген жігіттер жыртылып айырылатын. Тал бойында бір міні жоқ Дариға анау-мынау қызыңнан артық көзге түсетін. Өзінің осы бір ерекшелігін пайдаланғандай, жанындағы жігіт біткеннен реті келсе ақшасын жұмсап, тегін жүріспен тұрыстан қашпайтын әдетіне қайта басты. Әпкесінің шектен тыс қыдырымпаздығынан мезі болған Индира: әпке, сен тіпті үйде болуды азайттың ғой, деді. Енді мені не істейсің? Ескерткіш құсап, үйде отырайын ба? Жоқ, саған ешкім үйден шықпа деп жатқан жоқ. Балаңа қарасаңшы. Индира, сенің оқуыңды төлеп жатқан мен емес пе? Баққың келмесе айт, балабақшаға орналастыра салам. Әпке, оған тек тамақ беріп, қарайтын адам ғана емес, ана керек. Ана, қалай түсінбейсің? Сіңлісінің сөзін жүре бара тыңдаған ол, сен барсың ғой. Расымен Дариға ұлына деген аса бір жылылықты өзінен байқамайтын. Өзі балаға қатты ма, әлде туғаннан енесі бауырлап, жанына жолатпағасын ба, әйтеуір ұлын мейірленіп құшпайтын да. Ойлап қараса ауылда жүргенінде балаға деген қызғаныш қана болған екен. Қыдырыстың қызығымен жүріп, енді ол үйге қонбауды шығарды. Біресе ана құрбысының, біресе мына құрбысының жанына қона кететін ол, ұлын мүлде ұмытты. Керек жарағын Индира түгендейтін. Болмаған соң сіңлісі өз анасына хабарласып, оны қалаға алдырды. 3 күн үйде болған анасы қызының жайын көріп, есінен танды. Анасының үйде жүргеніне де қымсынбаған ол, қыдырысын тоқтатпады. Кеш, қызының жұмыстан келер шағын анасы асыға күтті. Ондағысы 3 күннен бері көргені мен кіші қызының айтқандарына қарап, Дариғаның қылуасын құптамай отыр. Ашуланады да. Бірақ Дариға келіп болмады. Қоңырау шалып еді, оның сәлден соң баратынын естіді. Бір кезде келді ау. Дариға, шешінде кел. Анасы оны ас үйге шақырды. Не болды? Ол футболкасын жүре дұрыстап, келіп дастархан басына жайғасты. Жанына барған Сартайды тізесінен отырғызып жатып. Бір жағдай болды ма? Болды. Дариға сұраулы жүзбен анасы мен сіңлісіне кезек қарады. Қызым, мынауың не жүріс? Не ол? Сен айтам, мынау қай келісің? Жұмысың 6-да аяқталды емес пе? Енді менің үстімнен шағымдана бастағансың ба? Ол Индираға жақтырмай қарады. Сартайға ана керек. Қолың босаса ұлыңды қара. Баяғыда енеңмен осы бала үшін кетпеп пе едің? Мама, кім үшін кетсем де дұрыс жасаппын. Ол надандармен алысып отырғанымша осы жүрісім дұрыс. Қалағанымды ішем, кем, не болыпты? Әлде мен ененің қабағына қарап баламды соған беріп, өз балама өзім жеңге болып жүруім керек пе? Әлде өз ақшамды өзім пайдалана алмай, бір сөз айтсам, байдан таяқ жеп жүруім керек пе? Сартай менің жанымда, өсіріп жатырмын. Кейін бақшаға да берем. Менің өмірім жайлы жаным тыныш.
Баяғы азып тозып үстінен сиырдың исі шығып жүрген быт-шыт болған Дариға жоқ. Өлді. Мен ол өміріме енді оралмаймын. Қаласаңдар да, қаламасаңдар да, менің өмірім осы. Мен осындаймын. Қызым, бұның дұрыс емес. Неге? Мен жүзекші болып жатырым ба? Әлде біреудің отбасын бұзып жатырым ба? Ол анасының да сіңлісінде ауыздарын аштырмады. Ашуға булығып тұрып кетті. Ана байғұс шарасыз, не десін? Ауылына кері кетті. Дариға бұнымен тоқтамады, жаман әдетін үдетпесе қоймады. Әкесінің ескерту жасап қоңырау шалғанынан кейін ол түбегейлі жол серік болуға шешіп, жұмыс жайын тағы да ауыстырды. Сартай түгел Индираға қалып, енді өзі апталап пойызда жүретін болды. Күнде думан, күнде той болған оның өз өмірі өзіне ұнайтын. Жолдан келген күні үйінде ұйықтап алысымен, кейін тарсылдап тағы да кететін. Сартай балабақшаға барды, оның бар қылығы мен қызығын Индира ғана көретін. Тақпағына дейін жаттатып, үнемі жанына ертіп жүріп, кішкентай күнінен баққан ол Сартайға туған анасындай еді. Қиынның көкесі алда екен, Индира диплом алысымен сөз байласқан жігітіне тұрмысқа шықпақ болды. Аяғы жеткен жерге жетіп, шалғып жүрген Дариғаға тықыр таянды. Индира, шамалы жүре тұрмадың ба? Енді бұйырған уақыты осы шығар. Ақыры Индира ұзатылып, енді үйде Дариға жалғыз ұлымен қалды. Анасының жұмысыңды ауыстыр деген сөзін құлағына да ілмеді. Индираның қалаға тұрмысқа шыққанын пайдаланып, енді Сартайды сол үйге қалдырып жүрді. Индира ата енесінен қысылса да балаға басынан бауыр басқан ол Сартайды сөзсіз алып қалатын. Осылай күндер өте берді, Сартай үшке келді. Бұлардың осы тірліктерін сырттай естіп жүрген тағы бергеннің анасы қарап қалмады. Ұлының соңынан қалмай жүріп, келінін сотқа бергізіп, баланы кері алмаққа бар мүмкіндікті жібермеді. Тіпті анасының қасында болмайтынын, түнделетіп мейрамханаларда отыратын дәлелдеп, бірнеше сот болып, Сартайды әкесі алатын болып, сот үкімі шыққанда барып, Дариға бармағын тістеді. Үйге арнайы мекеменің адамдарымен бірге енесі Сартайды алып кетпекке келгенде Индираға жабысып шырылдай жылаған ұлын көрген Дариға өкіре жылады. Ұлын бауырына басып, көз жасына еріп берді. Ұлына алғаш емірену еді. Іші алай-дүлей болып, жан дүниесі төңкеріліп бара жатқандай. Ұлының енді өзінен жат жерде өсетінін ойласа, жүрегі кеудесінен шығардай дүрсілдеп алып барады. Ештеңені түсінбесе де, бір жамандықты сезгендей бала Сартай Индираның етегіне жабысады келіп. Өзін ұстай алмаған Индира жанұшыра, құдағай, неткен қатыгез едіңіз. Сартай ештеңеден кенде емес, алып кетпеңізші. Кейін өскен соңда сіздерді тумаларын табады. Құлыңыз болайын, мені Сартайымнан айыра көрмеші, деп жалына жерге жығылды. Саған не жоқ? Өз бай балаңа ие бол, біреудің баласында нең бар? Менің балам, бермеймін деді. Ортаға Дариға келікті. Бірақ сот орындаушылары қоймады. Шырылдаған баланың шырқыраған даусына қарамай, күштеп алып, көлікке салды. Терезені ұрғылап жылап бара жатқан ұлының жүзі Дариғаның көз алдында мәңгіге қалғандай еді. Жерге жүресінен отыра кеткен ол үшін мына дүниенің еш қызығына қалмағандай еді. Өзінің тағы да ақымақтық қылғанын түсініп, өз-өзінен жеріп кетті. Индира Сартайдың айырылып қалғаны үшін әпкесін кінәлап, сөйлеспей қойды. Сартайды бірден әжесі ауылына алып барды. Осы күннен бастап Дариға ішкілікке әуестене бастады. Өмірден базы кешіп, қолы босаса жалғыз отырып та іше беретін, ол жол бойы жұмыста жүріп те ара-тұра саралататын шығарды. Біреулер оның мастығын пайдаланғысы келсе, біреулер сұлулығына соқтанып, есі кеткен жандай есірлене кеп, ішкен оның бұл қылығы жұмыс басындағыларға да жетті. Бір күні бастығы бөлмесіне шақырды. Ертеңді толықша келген Әсемгүл апайы үстел басында өзіне көзілдірігінің үстінен қарап қалыпты. Кел, отыр. Ол қарсы алдындағы орындыққа қолымен нұсқады. Әсемгүл бұрыннан Дариғаға оң көзімен қарайтын. Мен де сенде кезінде ұлыммен жалғыз қалғамын деп жақын тартып, қолынан келсе сияқылардан құр қалдырмай ақылында аямайтын. Дариға, саған не болды? Мына түріңмен жүрісің не? Сені жұмыстан босатсын деп жоғарыдан сөгіс келіп жатыр. Бұның не? Олың қайда? Жұмыста жүріп ішуді қайдан шығардың? Саған бәрі ойыншық па?
Ақыл тоқтатқан, жөні түзу келіншек емессің бе? Дариға үнсіз ғана тыңдап отыр. Аса қымсынбады да. Апай, менің жағдайым мәз емес. Не болыпты? Қара аспанды қапылдататындай, не жағдай? Ұлымды енем сотпен тартып алды. Ал? Сол. Енді ол ішкілікке салынуға себеп пе? Мен ішкілікке салынған жоқпын. Әр сапар сайын сыраға сылқия тойып, Алматыға қалай жеткеніңді білмей жүрсің. Жүрсең салыну емес, немене? Оны кім айтты? Дариға, бос сөзді қояйық. Балаңды тартып алғанынан бәрінен хабардармын. Мен бұрында да айтқамын, мен күйеуімнен ажал айырған соң жалғыз қалдым. Сенің күйеуің тірі, балаңның әкесі. Қосылғаның дұрыс. Қалай? Мен не деп барам ол жаққа? Барасың, балаң үшін барасың. Барлық намыс памысыңды ысырып қоясың да. Өз аяғымен барасың. Қосыл. Енем мәңгі емес, ең бастысы Сартайың жаныңда өседі. Мына арағыңды саралатқаныңды түбегейлі қой. Арақ ешкімге абырой әкелген емес. Мына сұлу келбетіңде, жұмыс мансабыңда бәрі уақыты келгенде қалады. Баланың алдындағы аналық борышың бар. Мына өмірде жақсы адам болып қалу маңызды. Қысқа өмірде сыйласып өткенге не жетсін? Соңғы ескертуім. Бұдан бұлай мен сені қорғап алып қала алмаймын. Менің ақылымды тыңдасаң, күйеуіңе қосыл. Әйелге баласынан бөлек жүру өте қиын. Әсемгүл бар ақылын айтып, Дариғаны шығарып салды. Дариға бұдан кейін ішімдігін қойды. Түбегейлі аузына алмайтын болды. Ақшасыз қалудан, жұмыссыз қалудан қорықты. Ал тағы бергенге өз аяғымен баруға мүлде іштей қарсы болды. Бұрын демалысында ауылына барып тұратын ол Сартайды алып кеткелі ауылына аяқ баспады. Іргедегі өсіп жатқан ұлын мойындағысы жоқ. Ол балабақшада жүргендей, кешке үйіне қайтып келетіндей қиялдайтын. Жанын қанша жесе де сот шешімімен апта сайын белгіленген күндері ұлын көруге құқығының барын ойлап та қояды. Дереу ауылға қарай жиналды. Жол бойы өткенін саралап, ойланумен болды. Сартылдаған пойыз дыбысы ойын қанша бөлгісі келгенмен, оның шырмалған ұшы-қиыры жоқ ойы сан-сақта аралатып, өз құрсауынан босатар емес. Тағы бергенге қанша өкпелі болғанмен, алдына келсе кешірер ме еді? Оны да ойлайды. Сөйтіп отырғанында ауылына да жетті. Бойына не күш пайда болғанын қайдам? Ол әкесінің емес, тағы бергеннің үй жағына қарай тартып отырды. Кетер кезіндегі мүсәпір қалпынан бір ісікте қалмаған. Сұлуда, маңғаз қалпымен, аяғын нық басып, өзіне сенімді күймен келеді. Бұлай болар деп ешқашан ойламаған еді. Тағдырдың бізге дайындаған сыйынан хабарсызбыз ау. Ол қақпаға таяғанда, анадай жерде құмда ойнап отырған ұлын көзі шалды. Қуанада қобалжи басып жүрісін тездетті. Қақпадан кірісімен, Сартай, балам. Сартай қолындағы шелектен төмен қарай сырға төгілген құмға да қарар емес. Екі көз анасында. Жүгірмеді де, қашпады да. Жанына жетіп келген анасы оны жерден көтеріп алды. Сүйіп жатыр, сүйіп жатыр. Екі көзін жуған жас тоқтар емес. Айналада кім бар, кім жоқ, елеп жатқан ол жоқ. Сартайын бауырына басып мауқын баса алмай әлек. Көптен кеудесін қысқан өксік осы екен ғой. Баласын азалаған екен ау. Ол ұлының кішкентай ғана жұп-жұмыр қолынан иіскеп, үнсіз ғана жылай берді. Кешірші балам. Мына ақмақ болған үлкендерді кешірші. Балалығыңды ұрлап, қолдан қолға өткізген, сенің кішкентай ғана жүрегіңді осыншама аяусыз жаралаған мына қатыгез жақындарыңды кешірші. Ол баласын құшып иіскеп біраз уақыт құшағынан шығармай құмда отырды. Баласына толтырып әкелген тәттілерімен ойыншықтарын ұсынып жатыр. Әрбірін ашып қызықтаған Сартай анасына таңырқай қарап қояды. Дариға бір кезде барып арт жағынан келіп қарап тұрған тағы бергенді көзі шалды. Жүзі солып, арықтап, сақал мұрты өсіп кетіпті. Шыпыны киіммен бе, ұзын бойы шөгіп қалғандай. Өзінің түрінен қысылды ма, жай ғана басын изеп, Дариға, қайдан жүрсің деді. Дариға шалбарына жыққан құмды қағып жатып, ұлыма келдім. Естеріңде болса соттың қолымда шешімі бар. Сартай менің де балам. Ол сөмкесіне қолын салып қағазды іздей бастады. Бірден түсіне қойған тағы бірген. Көрсетпей-ақ қой, қажет емес деді. Дариға бейне бір ұлымен оңаша отырған жандай, тағы бергенде елепте жатқан жоқ. Ұлын қарап,
Сартай, мынау қалай? Саған ұнай ма? Ол жауап қатпады, басын ғана изеді. Бірнеше сұрақ қойып еді, ешқандай жауап ала алмады. Дариға тағы бергенге, Сартай неге сөйлемейді деді. Ол, не болды? Ауылға келгелі. Не? Сөйлемей қалды ма? Бұрын сақауланса да сөйлейтін еді ғой. Соны. Заттарының бәрін жинап қайтадан сөмкеге салып алды да, Сартайды қолынан жетектеп, бала бүгін менің қасымда болады. Оның сөзінде зілде, өкпемен реніште жоқ. Тағы берген қарсы болмады, бірақ үйдің терезесіне қайта-қайта жалтақтап қарай берді. Дариға енді байқады, терезеден енесі қарап, сырттай бақылап тұр екен. Дариға ұлымен бірге қақпадан шығып жүре берді. Шашылған аула, көңілсіз үй, мүлгіген тыныштықпен қоса тағы бергенге де қала берді. Бұрынғыдай емес, арыны басылып, шуасып қалғандай. Әлде өз кейпінен Дариғаның алдында ұялды ма? Ол ұлын алып қуанып, әкесінің үйіне кіріп келгенде, алғаш болып көріп қалған Индира құрағыша жүгірді. Тәте, Сартайды әкелдің бе? Индира, осында ма едің? Арғы жақтан күйеу баласы саламатта жетті. Сәлем бердік. Бақытты бол. Қайын жұртыңда екенсің ғой? Я, кеше келгенбіз. Индира Сартайдан айырылар емес. Ол да тәтесін танып, қуанып жүр. Оның сұрағына тіл қатпағанын Индира да аңғарып үлгерді. Сартайға не болған? Сен қайдан жүрсің? Баланы бір жолы әкелдің бе? Оның сан сауалына не дерін білмеген Дариға. Әкемдер қайда? Бәрі жиналып Дариға мен ұлын қоршап алды. Інісі қуанып, Сартай батыр анасына қауышып жақсы болыпты. Оны қарайтында адам жоқ қой. Бұл сөздің мәнісін Дариға ұға қоймады. Бірақ қазбалап сұрамады да. Анасы барын алдына тосып, Индира шай қамына кіріссе, әкесі інісіне мал сойуды бұйырды. Нағашы ағасы Сартай жаныма мал сой. Олар өзара қауқылдасып, сағыныштарын басалар емес. Сол кеш бойы бәрінің назары кішкентай жиенде болды. Әкесі кеудесіне мінгізіп, қолына ақша ұстатты. Інісі Сартайға тай көрсетпек болып қора жаққа беттегенде әңгімені анасы бастады. Қызым, баланың көзінше сұрай алмадық. Не жағдай? Сартай бір жола келді ме? Қашан келдің? Сартай сенің қолыңа қайдан тап болды? Мен мана пойыздан түскенмін. Түскен бойдан ұлымды сағынып ана үйге бардым. Аулада ойнап отыр екен. Тағы бергенге ескертіп, алып кеттім. Ол не, үнсіз келісті ме? Келіспегенде не істейді? Қолымда соттың шешімі бар, баламды қалаған уақытымда алып кете аламын. Естімеген екенсің ғой. Нені? Жақында құда мен құдағай жол апатына түсті. Құдаға айтты. Жақында қырқу етті. Құдағай салып болып қалыпты. Құда кетерінде Сартайды шешесіне қайтар. Болмаса қайта қосыл депті. Деп естідік ұзын құлақтан. Солай ма? Иманды болсын. Атам жақсы, шуашжан еді ғой. Қиын болған екен. Енесін қанша жек көргенмен іштей аяп қалды. Мана терезенің ғана қарап тұруында гәп бар екен ғой. Мен Сартайды кері апармайым. Қалай? Олардың қағазы. Әке, мен онсыз да таңертең қалаға Сартайымды алып кетем деп отырғамын. Тағы да соттасып жүрсе жүрсін. Онымен мынадай жағдайда отырса, мен ешкімнің ісі болмасау. Қой, оның қалай болар екен? Түгі де жоқ, алып кетсін. Сөзге күйеу баласы қосылды. Сол кеш жолдан шаршап келген Дариға құшағына ұлын алып, ертерек жатып қалған еді. Есікті қырынан селк етті. Тәте, ояусың ба? Я, неге? Үлкендердің кешкі әңгімесінен хабары жоқ інісі. Анау келіп тұр. Сартай ең болмаса бір түн сенің қасыңда қонсын. Қуып жіберейін бе? Ештеңен ұғып болмаған Дариға. Анауың кім? Тағы бергенді айтам. Мені сұрай ма? Я, қазір. Ол орнынан тұрып тысқа беттеді. Үйдің бір ұшындағы тасалау жерде тұрған оны Дариға бірден көрмеді. Айналаны көзімен бір шолды да, кейін қарай беттегенде. Дако, ол жалт қарады. Манағыдай емес, үстіне жөнді киім киіп, қырынып та алыпты. Тіпті әтір сепкенге ұқсайды. Жанына имене жақындаған ол қақпа алдында орындықта көрсетіп, анда отырайық, сөйлесейік деді. Я, айта бер. Дариға, сол баяқ суық қалпы. Дариға, болған жайларды естіген боларсың. Я, естідім. Қазаның арты қайырлы болсын. Аз үнсіздіктен соң Сартай оның жуасыған қалпын пайдаланғандай, Дариға тағы да жылып алғандай.
Сартайды алып кетем. Дариға, мен. Ол жүзін төмен салып, қолындағы темекінің қорабын айналдыра берді. Сен кетпе. Жайма. Қайта қосылайық. Ештеңе болмағандай ма? Мен бәрін ұмытам. Сен де сөйт. Сартай үшін бәрін басынан бастайық. Солай ма? Енді солай болып қалды ма? Кетпеші. Мен сенімен қосылғым келеді. Сартайдың. Бұл жерде Сартайды араластыра берме. Сен өліп қалсаң да Сартай өсе береді. Маған не үшін қосылғың келіп отыр? Ашығын айт. Дариғаның ішінен ескі өкпемен реніш қылтиып бас көтерді. Көмілу жатқан, көмескі тартқан жайлар алдына кеп, қаз-қатар тізіле қалды. Онсыз да сөзінен жаңылып көмілжеген тағы бергенді тұқырды. Әлде үйіңе бас көз болатын адам керек болып қалды ма? Сартайды маған берде, не көп, басқа ел көп, алда біреуін отыр. Анаң баяғыда менің балама қатын жетеді деген жоқ беді? Қанша жылдан бері қайда солардың біреу? Дариға өзінің ызаланып әріге кетіп қалғанын байқап дереу қоя салды. Тағы берген. Саған не деген көңілімде, сезімде баяғыда өшкен. Үзілген жіпте қалған түйін секілді. Мен өткен реніштерімді әлі санамнан кешіре алмадым. Бәрінде кешіргем, бірақ келіп баламды тартып алып кеткендеріңді кешіре алмадым. Бәрі тықырға таянғанда келіп менімен қосылмақ болып отырсың ба? Сенім қайда, сезім қайда, сыйластық қайда? Бәрі де қалпына келеді, деді аянышпен күйеуі. Анаң ше? Баяғыша арылдасып отырамыз ба? Ол менің жалғыз анам. Ағыларым үйге келмейді. Әкем өлгенде әзер бас көрсеткен. Оларды кезінде әжем бақса, жалғыз мені анам бағып еді. Содан да шығар анама жақыны да менмін. Анамды білесің, сау күнінде ағаларымды әйелдеріммен ұрыстырып, бездіргені сонша. Бір жеңгем келіп үй шаруасына көмек қолын созып жаққан жоқ. Бір өзім анамды суға түсіріп, кірін жуып отырмын. Сенен несін жасырайын? Анам болған соң қандай болса да мен оған қарыздармын. Қандай болса да бас тартпаймын. Өлгенше өзім бағып өтемін. Қандай ит мінезді болса да көнуге бармын. Бірақ маған кері қосылар болсаң, әйелім ретінде басқаша қарауға, анам мен жарымның орнын өз орнына қоюға барымды салар едім. Өткен қателіктерімнің сазайын тартып келдім. Ерсең, менің соңыма ер. Тап қазір жауабың айт демеймін, бірақ ойлан деді. Тағы берген соңғы сөздерін аса сеніммен нық айтты. Ол да осыншама уақытқа біраз есейіп қалғандай еді. Дариға ойыға батып, ол кеткен жаққа қарап отыра берді. Қараңғының құрсауына еніп, шоқ болған тағы бергеннің көп нәрсеге көзқарасы өзгеріп, салмақтанғанын келгеннен кейін байқаған еді. Бәрінен бұрын Сартайының жанында қалатынын ойлап, қуанып та кетті. Ұлын алып қалаға кететінін, бұрынғыша өмірлерін ойлап түсті де, тағы да ойы тағы бергенге кетті. Аяп та қалды. Өз ойымен өзі отырған оның жанына анасы кеп жайғасты. Әлі ұйықтамағансың ба? Ол сұраққа жауап берместен. Тағы не дейді? Анасы иегімен тағы берген кеткен жақты нұсқады. Не десін? Қосылғысы келеді екен. Ал сенше? Мен не дейін? Қосылуға, ана үйге қайта баруға құлқымда, ниетімде жоқ. Қызым, жасың біразға келді. Ұлың бар, тағы бергенге де жалғыз жүр. Меніңше ескі өкпені ұмытып, кешіргенің дұрыс. Мына сандалған жүрісіңде ұнап тұрған жоқ. Әкеңде қосылғаныңды құп көріп отыр. Апа, мен кезінде студент кезімде ауыр қателік жасадым. Мен ешқандай кафеде даяшы болғаным жоқ. Бір кісінің 4 жылдан аса уақыт ашынасы болдым. Күтпеген тосын мәліметке анасы ауыз ашылып, таңғала қарап қалыпты. Дариға әрі қарай сөзіне жалғастырды. Құдды бір өзге адамның өмірін баяндап отырғандай. Мен бала күнімде мектепте өткен әнші балапан, қыз сыны деген сияқты басқа байқауларға киер киімнің жоқтығынан қатыса алмайтын едім. Өзіңіз де білесіз, жағдайымыз мәз болмады ғой. Арманым ақша еді. Ауылдан кетсем, бар ойым қалталы жігітті ұстау болды. Қызы, бұның не? Біз сені солай тәрбиеледік пе? Жоқ, сіздердің кінәларыңыз жоқ. Мен өзім шалтылдап, соңғы үлгідегі киім киіп, сөмке ұстап жүрген кластастарымды көргенде, бас сабаққа ұстап жүрген, сыртында жазуы бар қалтамнан ұялатымын.
Тіпті дене шынықтыруға киер киімім болмағанын ойласам, әлі күнге жылағым келеді. Дегенмен сіздерді кінәламаймын. Қысқасы ел қатарлы ішіп жеп, киініп жүргім келді. Ақмақтығым шығар, ақша үшін өзімнен 20 жасқа үлкен еркектің көңілдесі болдым. Студенттік кезім шалқып өтті. Дегенмен ақшаның бақыт емес екенін кеш түсіндім. Ауылға келген себебім де сол еді. Тағы бергенге бар шындықты айтқанымда ол қарсы болмады. Үйленуге ұсыныс жасады. Менің жағдайымды бұндай жігіт менің бағым деп ойлап, етегінен ұстап кете барғанымда сол еді. Кейінгісін өзіңіз білесіз. Қайда? Сөзіңіздің де жаны бар. Талай жолдан өттім. Кейде менің отбасылық өмірімнің осылай болғаны бір кездері жасаған күнәларымның өтеуіндей көрінеді. Қызын үйіп тыңдап қалған анасы оны сөкпеді. Әдеттегідей сабырлы қалпымен. Қызы, өткен өтті. Бүгінгі маған ағытыла айтқан әңгімеңнің өзі сенің ойланғаныңды, өткеннің ой түйгенін көрсетеді. Не шешсең де өз еркің. Қабырғаңмен кеңесіп, бір шешімін табарсың. Қай қалауыңа да қарсылық танытпаймыз. Сол кеш ұлының пысылдаған дәмін тыңдап, біресе ұйықтап жатқан Сартайдың бетінен сүйсе, біресе искеп түн баласы көз ілмеді. Ойланумен болды. Таң атысымен тағы берген тағы да келді. Ондағысы ертемен ұлын алып, Дариға жолға шығады деп қорықса керек. Ұйқыдан тұрған Дариға Сартайды жетектеп аулаға шыққаны сол еді. Сартай, әке, ол бара тағы бергеннің құшағына қойып кетті. Қайынатасының жанында отырған тағы берген алыстан Дариғаға басын изеді. Жаз үйдегі анасына келген Дариға, мынау таң атпай не істеп жүр деді. Әкеңмен манада сөйлесіп отыр. Сендерді кетіп қалады деп қорыққан сияқты. Қосылуға шындап кіріскен-ау, сен не шештің? Ол қолындағы кесесін дастархан бетіне қоя сала қызының жүзіне қарады. Қайдам? Түнімен көз ілмедім, ойландым, қорқамын. Неден? Тағы да қателесуден. Есік алдында бұлардың сөзін тыңдап тұрған тағы берген. Бұл жолы қателеспейсің. Маған ер, үйге жүр. Анам өзі жіберді, қатесінде барлығында түсініп отыр. Жүр. Дариға, маған сен. Қапелімде не дерін білмеген ол сасып қалды. Анасы, балам, кел отыр. Ол дастархан басын көрсетті. Асықтырма, ойлансын. Кейін тағы да опық жегіздірмейтінде шешімді өзі шығарсын. Үшеуі де үнсіз қалды. Анасы қосылды ма, оңашада сөйлесін деді ме, шығып кетті. Ойланып тұрған Дариғаның жанына келген тағы берген оның қолынан ұстап, мен сені әлі ұмытқан жоқпын. Мен неге соншама ақымақ болғанмын деді. Жанына жақын келген оның жиі соққан демін Дариға сезіп тұр. Сонау бір кездердегі тәтті естеліктері ойына орала кетті. Есіне әлдене түсіп жымиды да. Есіңде ме? Саған той көйлегін алуға барғанда сені бір жігіттің өз қалыңдығымен шатастырып алғанда, менің қызғанып айқай шығарғаным. Дариға да күліп жіберді. Аз уақытта барлық жақсы нәрселерді қалай жоғалтып алдық. Сол түні тағы берген қайын жұртында түстенді. Сартайды ойнатты. Түстен кейін кетпекке бекінді. Бар күшімен жігерін, ойын жинақтаған Дариға тағы бергенге ерді. Келісімін берді. Терезеден күні бойы балаларын тағатсыздана күтіп отырған тағы бергеннің анасы Қалима қақпадан алдымен жүгіре кірген Сартайын көріп қуанып кетті. Оның ар жағынан көрінген Дариғаны көріп көзіне келіп қалған жасын сүртпестен тәубе, тәубе десті. Үйге келісімен Дариға енесімен амандаспаққа үйге енді. Үй іші қап-қараңғы, шашылған киімдермен, ретсіз жиналған заттардан аяқ алып жүрудің өзі қиын. Үйден күлімсі иіс шығады. Үйден төсекте жатқан науқас бар үй екені бірден білініп тұр. Біраз жүрексінді де, бірақ бар батылын жиып, енесі отырған бөлмеге енді. Сәлем бердік. Ол енесі отырған арбаның аяқ жағына келіп, тізерлеп отырды. Бақытты бұл. Енесі көз жасын қолы орамалмен сүртіп отыр. Қазаның арты қайырлы болсын деді. Қалима тоқтаусыз жылады келіп. Өмірі шалқып жүретіндей кергейтін едім. Ендігі күнім осы. Мынау қу арбаға таңылып отырмын. Шалым барда ештеңені сезбейтін едім. Қаралай жетімсіреп отырмын. Өзіңнен қуат кеткесін бәрі бекер екен. Дариға төмен қарап, үнсіз тыңдап отыр. Кезінде баланы да келінді де уысымда ұстап отырғым келіп, артық қылам деп тыртық қылдым. Бәрі менен теріс айналды. Жалғыз менің шәлкес мінезіме төзеп,
төзіп, сөзімді сөйлеп келе жатқан тағы бергенім еді. Оның да өмірін өз қолыммен ойран еттім. Бәрінде кеш болса да түсіндім. Мен ендігі жерде тек қана сендердің тілеулеріңді тілеп отырамын. Мына үй жайға шаңырағыңа өзің ие бол. Ендігі жерде осы үйдің иесі сенсің. Сартайымды сенен бөліп, өзімді бір қартаймайтындай көріппін. Балаң өзіңе аманат, енді арманым жоқ. Құдай қу жанымды қазір алса да ризамын деді. Олай демеңізші. Мені кешіріңіз. Білместігім мен ақылсыздығым болғаны рас. Бәрі де өтті, кетті. Небір жайды бастан өткердік. Мені де кешіріңіз. Ендігі жерде тату тәтті, берекелі отбасы болып отырғанымызды ғана тілеймін. Бәрінде ойланып, шешіп келдім. Дариға орнынан тұрып енесін құшақтады. Кеудесін түсініксіз бір сезім билеп барады. Кәдімгі өз анасын құшқандай мейірім мен жылылықты сезіп тұр. Көзіне жас келді. Енесі де оны өзіне тартып, мен 3 ұлдан соң тағы бергенді қыз болады деп күткемін. Бірақ тағы да ұлды болдым. Қызы барларға қызыға қараушы едім. Ендігі жерде сен менің қызымдай бол. Олар қайта құшақтасты. Есік алдында шыққан Дариға аулада жалғыз тұр. Айналаға мән беріп ұзақ қарады. Өзінің алғаш келін болып түскен қара шаңырағы, биік ағаштар бұрынғыдан да ұзарып кеткендей. Жазда аяқталып қалды, күннің соңғы шуағына малынып үлгерейік дегендей. Ыстық леппен тербеле, теректерде аспанға қарай мойындарын созады. Сартылдай зырлаған тауар тиеген пойыз дауысы Дариғаның қанша көңілін аударғысы келсе де күші келмеді. Ол өз ойымен өзі жанына бір тыныштық ұялаған, көптен арқасына көтерген жүгі жеңілдеген жандай өзін бір жайбарақат сезінеді. Өткенін өзінен босатты да, бүгін ол қанша түн мазасын қажырып, ұйқы бермеген кеудесін қысқан құрсаудан босанып, еркін тыныстады. Еске алғысы келмей жанын жеген қателіктерін енді түгел ұмытатын шығар. Уақыт барлығын өз орнына қойды. Шатасқан жіптей болған әр нәрсе өз ретімен үлесім тапты. Тағы бергенмен Дариғаның қайта шаңырақтарын тіктеп, сөнген оттарының қайта лаулағаны бүгін 1 ай. Олар өз шешімдерінің дұрыстығына сенімді. Тағы берген бұрынғы мектебінде, ал Дариға темір жолға жұмысына қайта ауыстырды. Сартай бақшада тілі қайта шықты. Енесі арасында адуын мінезіне салып, әулетті басқарып отырғанмен бала келіні бар еркелігін көтеріп келеді. Сартай әкесі мен анасының, әжесінің қасында. Қуанышында шек жоқ, бала көңілі тоқ. Енесі таң атысымен, тағы берген, қайдасың, бері кел деді. Ау анашым, мал сой, бүгін құдаларды қонақ қылайық, бәріміз бас қосайық деді. Олар дайындыққа кірісті. Дариға дастарханды үлкен етіп жайды. Қызым, мына дастарханың тым көп емес пе? Көп емес. Дариға енесіне айтпай үлкен қайнағаларында шақырған еді. Кешке таман қонақтардың алды келе бастады. Құдалар жағы келген соң қақпадан енген бала келіндерін көрген тағы бергеннің анасы тағы да жылап жіберді. Келіннің неге дастарханды мол еткенін енді түсінді. Етте желінді, шайда ішілді. Қауқылдасқан қонақтардың әңгімелері жарасқан тұста сөз бастаған Калима. Бүгін мен Дариғаға дастархан жай, құдаларды шақыр деп едім. Маған айтпай мына сендерді де қоса шақырыпты, деп үлкен ұлдарына қарады. Сендермен татулассың дегені шығар. Алдымен құдалар, сендерге мың алғыс. Сөзімді жерге тастамай дастарханыма келіп отырсыңдар. Айтпағанды айтып, қылмағанды қылдым. Бәрінен де алдарыңда кінәлімін. Құдай маған мүмкіндік беріп жатқан болар. Өлмей тұрып, кешірімдеріңді алайын. Қайдағын айтпаңыз құдағай. Ортамызда үлкеніміз болып отыра беріңіз. Бәрі жақсы. Өткенді қозғап қайтеміз. Сөзге құдасы араласты. Бәріңде менің қылықтарымды кешіріңдер. Енді өлсем арманым жоқ. Менің айналамды толтырып, өшкенімді қайта жаққан Дариғама ризамын. Бақытты болыңдар балаларым. Ол сөз соңына баласымен келініне қарады. Үлкендерінің қауқылдасқан әңгімелері жалғасуда. Әлденен айтып күлісіп, өздерімен өздері. Шетте шай қойып отырған Дариғаға тағы берген. Бәрі де сенің арқаң. Менің бақытым сенсің. Үйімді жарқыратып, айналамды шуақ еттің. Мен сені сүйемін. Олар бір-бірлеріне ынтық болып, сүйсіне қарады. Әуелі адасқан қызды түзу жолға бағыттаған жаратқанға алғысым шексіз. Одан кейін мені жарың етіп,
жаныңа ерткен сенің арқаң. Мен де бақыттымын. Ендігі бізге сынақ берілмесін. Мен әркез сенің қасыңдамын деді. Олар үстел астынан үлкендерге байқатпай бір-бірінің қолдарын ұстады. Түйіскен жанарлар көп сырды айтпаса да ұғысып, қайта тұтынған сезімді ендігі жерде аялап ұстауға серт берді. Әңгіменің соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Әңгіме ұнаса лайк басып, пікір қалдыра кетіңіздер. Және жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар.